Сіздерге ұстаздар, біз оқуға құштармыз байқауына қош келдіңіздер. Мұғалімдер арасындағы бұл байқаудың шарттары сіздерге ескертілген болатын. Бірінші, 2 апта аралығында Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романын оқу, барлық бірлестіктер қатысуы тиіс. Екінші, роман мазмұнын талдау. Енді сіздер бүгін 3-ші кезеңге келіп отырсыздар. Оқылған шығарма бойынша тест тапсырасыздар және оза шапқандарыңызға сыйлығымыз бар. Ал сіздерге сәттілік. Енді Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы сол замандағы қазақ басындағы теңсіздік туралы да есеп болады. Сол замандағы шығарманың бәрінің айтар ойы бір болған. Сол себепті сіздер бастамай оқыды деп ойлаймын. Бұл шығарманың тез сұраққа бізде дайындаған болатын. Қазір Ванзиловстан себебіне байланысты бізге жіберді жолдап. Сіздерге бәріңізге сәттілік тілеймін. Ол жерде жан-жақты қамтылған сұрақтар, кішкене ой қозғайтын да сұрақтар бар. Сол үшін сіздерге бәріңізге сәттілік тілеймін. Бәріңіз оза шабыңыздар. Мүсіреп неге, аңшы Мүсіреп, жабағы Мүсіреп деген қыздар болады. Сонда оқиғада аңшы Мүсіреп айтады. Жерге алға көйлек, мына жерге ескі жол. Жаңағы бір салма көлге бар, сол тұзды не тұзды көлге барады да, сондай көлге барады, түсіп жатып алады. Қыстың үйі, қыстың үйлері соларды бойынша базарға барып Өзімен қырып жасқан кейін оған тек қана 25-30 теңге